Каналға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сүйіспеншілікті жоққа шығаратын жігіт және махаббат туралы ештеңе білмейтін қыздың тағдырлары менен махаббаты көрсетілген жынды, бірақ бәрі жақсы дорамасы туралы қысқаша айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Бұл Мон Канте өте сымбатты, ақылды, шыдамды, төзімді және ержігер мықты жас жігіт. Оның өзінен 8 жас үлкен аутизм ауруымен ауыратын Мун Санте атты ағасы бар. Ағайындылар еш жерде ұзақ тұрмайды, ең көбі 1 жыл. Себебі олардың кішкентай кезінде аналарын өлтіріп кетеді. Ал оны аутизм ауруымен ауыратын ағасы көрген және анасын көбелек өлтірді деп айтқан және қатты қорқып қалған. Содан бері ағайындылар одан қашып, бір жерден екінші жерге көшіп жүреді. Ал осы жолы жігіт Кон Муньон есімді антисоциалды тұлғалық ауытқуы бар атақты балалар кітабын жазушының кесірінен жұмыстан шығарылады. Мун Канте мен Кон Муньон бір-бірін бала кезінен таниды және ұнатқан. Муньон Канте жұмыс жасайтын ауруханаға балаларға кітап оқуға келіп, сол жерде бір ауруды жараламақ болады. Бірақ Канте келіп оны ұстап қалады. Осы жағдайдан соң аурухана басшылары Кантені кінәлі деп танып жұмыстан шығарады. Муньон Кантені алғаш көрген сәттен бастап, оның бала кездегі жақсы көрген жігіті екенін бірден таниды. Осы сәттен бастап ол Кантенің көңілін өзіне аударуға тырысады. Және өзімен бірге жұмыс істейтін қызға ол туралы барлық ақпараттарды жинап беруді тапсырады. Ал Санте Муньонның жанкүйері, оның кітабын сүйіп оқиды. Өзінің сүйікті жазушысының қолтаңбасын алу арманы. Сол үшін Канте ағасының арманын орындау үшін оның қолтаңба беретін кешіне ертіп барады. Ал өзі қызға көрінбеу үшін сыртта тұрады. Сол сәтте бір ер адам ағасының шашынан жұлып сабайды. Оны көрген Канте ағасының сабырға шақырады. Осыны көріп тұрған Муньон Кантеге көмектесу үшін әлгі ер адамның шашынан жұлып әйеліне балақат сөздер айтады. Оны жиналған халық видеоға түсіріп алады. Осыдан соң халық Муньонның кітабын алмаймыз деп шу шығарады. Осылай ол біраз уақытқа үзіліс алады. Мон Канте жұмыстан шыққаннан кейін ағасымен өзінің туған жеріне кетуге мәжбүр болады. Олар сол жерде оған бала кезінен ғашық Жюри есімді қыздың үйінде тұра бастайды. Және Жюри істейтін ауруханаға санитар болып жұмысқа тұрады. Ал Кон Муньон жігіттің артынан туған жеріне келеді. Жігітті өзіне қарату үшін бәрін жасайды. Қыр соңынан қалмай қояды. Жақсы көретіндігін айтады. Ал оның Жюридің үйінде тұратынын білгенде қатты қызғанып, оны қайтсе де өз үйіне алып кеткісі келеді. Және жігіттің өз үйіне алып кету үшін ауру ағасын пайдаланады. Ағасына қолхат жаздыртып алады. Осылайша олар бір үйде тұра бастайды. Канте мен Санте келгеннен кейін үйді жинап, таңғы ас пісіріп, нағыз үйге айландырады. Канте мен Муньон бір-біріне сезімдері ашыла бастайды. Олар бақытты өмір сүре бастаған. Дегенмен, олардың өткен өмірі қайтадан алдарынан шығады. Канте өзінің анасын Муньонның анасы өлтіргенін біледі. Кон Муньонның да анасы атақты жазушы болған. Бірақ анасы психикалық ауытқуы бар және адам өлтіруге құмар әйел болған. Сол үшін де ол анасынан қатты қорқып өскен. Ал анасын әкесі өлтіріп, суға лақтырып жібергенін көрген. Сол себептен де ол қорқынышты түстер көріп, шошып оянатын болған. Ол тек Кон Кантенің жанында өзін жайлы сезінетін. Ал Муньон өлді деп жүрген анасы тірі болып шығады. Оларды үнемі аңдып жүрген және түрін өзгертіп Кантемен бірге жұмыс жасайтын әйел екендігін біледі. Ал анасы Сантені ұрлап кетеді. Сол сәтте Канте ағасын құтқаруға келіп, жарақаттанып қалады. Сол сәтте Муньон келеді. Анасы оған: "Сенің жақсы қыз болуыңа осы жігіт кедергі болды. Сен маған ұқсағансың" дейді. Ал Муньон: "Жоқ, мен сен сияқты зұлым емеспін" деп пышақпен анасына қарай жүгіреді. Канте ортаға тұрып, пышақты қолымен ұстап қалады. Канте жерге құлайды. Муньон қатты жылайды. Осы сәтте полиция қызметкерлері келіп анасын қамауға алады. Осыдан соң Муньон бәрін тастап кеткісі келеді. Бірақ Канте оны жақсы көретіндігін, бірге болғысы келетіндігін және анасы үшін оның кінәсі жоқ екендігін айтады.
Дегенмен бәрібір махаббат жеңеді. Олар бірге. Дораманың соңы сондай қиындықтан өткен үшеуі толықтай өткендерін ұмытып, бір отбасы болып ұзақ саяхатқа шыққандарымен аяқталады. Жалпы дораманы қысқаша сіздерге осылай жеткізуге тырыстым. Дегенмен де сіздерге дораманы толықтай көруге кеңес берер едім. Дорамада Муньо менен Гантенің махаббатынан бөлек, Гантенің аутизммен ауыратын ағасымен қарым-қатынасы да өте жақсы көрсетілген. Ескерту: дораманы балаларыңызбен көрмеулеріңізді сұраймын, өйткені бұл жерде көптеген аурулар және ерсі сөздер кездеседі. Жалпы дорама 16 бөлімнен тұрады. Оңтүстік Кореяның ТВН арнасынан 2020 жылы шыққан. Жанры драма және мелодрама. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. 찾아왔나 봐 나에게 남겨진